Сәлем достар, тездетіп арнаға тіркелеміз, үлпілдерін бастаймыз. Басамыз. Үлпілдерін басамыз және кеттік бастаймыз. Достар, салам алейкум, қалайсыңдар, амансыңдар ма? Осы видеоны мен түсіріп отқаныма, осы видеоны сендер көріп отқандарына, аман есен болғандарына Алла тағалаға мыңда бір рахмет айтып, өздерінің үлпілдерін бас жіберуіңізді сұраймын. Және де сендерге бір просьба бар, кез келген любой комментарийді комментарий қалдырып кетейік. Өйткені актив действительно құлап қалды. Видеолар рекомендацияға, трендтарға вообще шықпай жатыр. Сондықтан да давайте кез келген 2-3 комментарий қалдырып кетсеңдер, каждый комментарийға өзім лайк бас шығатын боламын лично. Бүгін сіздерді өте қызықты, действительно қызықты видео күтіп тұр. Неліктен? Өйткені бұл видеолар Инстаграмның трендтағы видеолары. Инстаграм трендтағы видеолар болғасын, ол енді естественно қызықты видеолар болады ғой. Ең бірінші видео ол екі жүзді адам туралы. Двухличные люди, двуличные деп. Сол сияқты. Действительно бірінші қарағанда ол видеоға да бүйтіп кішкене аяп кетесің бар ғой. Еще ана жерге бүйтіп музыка қосып жіберемін деген бүйтіп қарап тұрасың, аяп кетесің де, еще ол деген құлаған кезде вообще жүрек деген, мен үндемей ақ қояйын, өздерің қарап кеттіңдер. Осы видео туралы не ойлайсыңдар? Комментарий тоже. Как раз сендерге повод комментарий жазып кетуін сұраймын. Давайте видеоны тамашалаңдар. Енді осындай оңбағандардан кейінді, осындай адамдарға қалай сенесің да, действительно. Сөзім жоқ. Действительно, сөзім жоқ бар ғой мен. Не айтатынымды білмеймін енді, ондайлар кім наказывать етеді ондай кісілерді. Мысалы, действительно нуждаться ететін адамдар, мен бір байқағаным, который действительно қиындық көріп отқан адам никогда барып қайыр сұрамайды ғой. Ол редко сөйтіп бар ғой. Қиналып отқан адамдар бүйтіп шығады дегенге что-то білмеймін. Үйтіп шықпайды, бүйтіп істейтіндер ол действительно аферистер бар ғой. В основном енді барлығы туралы айта алмаймын. Бізден енді не етеді енді, біз шын ниетпен садақа ретінде беріп отқасын, енді біздің совестіміз таза болады ғой енді. Енді достар, келесі видео вообще қызықты видео. Ол деген енді не то что видео, ол деген өзің балдары бар әкелерге, мысалы менің өзімнің 2 ұлым бар, ол маған арналған лайфхак. Кімнің балдары бар, соларға арналған лайфхак өте қызықты, күлкінішті деп ойлауға болады. Точнее айтуға болады. Давайте осы лайфхакты қарап кетіңдер. Осы видео мен қарағанда действительно бар ғой. Келесіде мен торговый домдарға немесе бір магазиндерге шыққанда сөйтіп бір өзім қолыма просин алып шығарым бар ғой, жолдасымен кетіп бара жатқанда просин жауып тастаймын да, осылай өтіп жүгіріп өтіп шығамын. Сонда бала да жыламайды, өзінің нервінде түгелі болады. Бір мақалы бар. Действительно, балдар, сендерге касается. В основном еркектерге касается. Ең бастысы ол тығу емес, ең бастысы уақытында алып шығару. Шынымды айтшы, жаңа мен сөйтіп мақал айтқан кезде да, действительно, со смыслом зат айтып отқан кезде сен не ойлап қалдың? Комментарийға жазып кет. Надеюсь, жаман зат ойлаған жоқсың. Енді келесі видео, ол деген бұндай күлкінішті емес, действительно. Бір жағынан күлкінішті де, ол күлетін, бұл видеоға күлетін адамдар, ол действительно бас жасамайтын оңбаған адамдар деп ойлаймын. Потому что сол видеодағы істеп отқан адамның өзі оңбаған адам. Менімен келісетіндер обязательно комментарийға жазып кетуіңізді сұраймын. Өз пікірін жазшы, мүмкін мен сөйтіп ойлайтын шығармын, мүмкін действительно. Бұл видеода бір баланың анасының туған күні. Анасы үлкен кісіген көрініп тұр. Сол уақытта жаңағы бала өзінің анасына жаңағы пожеланиялар айтып жатыр да, там денсаулық тілеп жатыр. Анасы көрініп тұр, мәз болып тұрғаны бар ғой. Кәдімгідей анасын деген қатты жақсы көріп кеттім бар ғой, жүрегім ауырып кетті. Мен когда балдар өзінің аналарына подарок істейді ғой, сыйлық істейді, сондайларды қатты уважать етемін де. Сол уақытта деген анасы бүйтіп басын бұғып алған, бүйтіп анасын қарасам действительно аяп келеді, мәз болып тұр да, балам маған пожелание айтып жатыр, балам маған торт беріп жатыр. И сол уақытта ана оңбағанды қараңдаршы. Алейкум ассалам. Салам алейкум. Мен деген жестко аяп кеттім бар ғой, жестко аяп кеттім ана елді. Ана баланы ұстап алып бір шапалаған жабыстыратын бала ғой, Еще ол өзі түсіріп, сөйтіп мамасына издеваться етіп, ана дешевый кремнан тұрған тортты жабыстырып, бетіп соны үшін интернетке салып жіберген ғой, өзінің бетін көрсетіп. Это действительно настолько сен дураксың ғой, короче.
ол бала енді білмеймін, өзі де өкініп отырған шығар деп ойлаймыз. Ондайларда никогда пример алмаңдар. Үйтіп ол беспонтовый прикол ғой, жаңағы тортты бетіне жабыстыру. Несі қызық ол деген? Дым қызық емес оның, бар ғой. Үстің бәрі, киімдердің бәрін құртады туған күнде. Оның бетін жуу керек ол деген. Наоборот, ол вообще бесполезно, беспонтовый зат, короче. Менімен тоже келісетіндер қолданып кетейін, случаймен комментарийға жазып кетіңіз. Енді келесі видео жаңағы оңбаған жексұрын бала бар емес пе? Соған пример. Действительно, сол бала осы кісіден, осы адамдардан өзінің анасына сыйлап тұрған подарок, тоже тортпен связано, тоже анасының туған күні. Осыдан пример алсын деп айтамын. И сіздерге тоже, маған тоже. Давайте осы видеоны тамашалап кетейік. Өте керемет видео. Қараңдаршы, анасы қалай мәз болып тұрды. Тортты құртпай, жаңа ақшаның бәрін скотчқа салафандап салып, чтобы тортты потом жеуге болатын бұл. Бүйтіп шығарып жатыр да 20 000 теңгелерден. Да не важно, там 20 000 болсын, 5 000 болсын, 1000 теңге болсын, 500 теңге болсын, без разницы бар ғой. Даже ақша болмай қойсын, ішінде клейм просто қағазбен анаңа жазған тілектерің өзің шын ниетпен бар ғой, сөйтіп берген. Сөйткенде анаға деген бәрі ғой ақша деп ойлап атпайды. Мысалы, менің қарап отқан қаншама көрермендер бар да, мектепте оқитын, ақшалар жоқ, действительно. Просто торт алып, торттар қымбат емес қой, өздерің білесің. Торт алып, үйден өздерің даже тортқа ақшалар болмаса, қолдан выпекать етіп, интернетте неше түрлі рецепттер тұр. Сөйтіп ішіне жаңағы тілектермен сөйтіп анаңа берсең, сен анаңа білесің бе, қалай өте қатты приятно болады, бар ғой. Менің қазір өзімнің балдарым бар. 1 емес, 2 емес, 3 балам бар менің қазір, бар ғой. Мен қазір өзім әке болғандықтан осы аналарымызды түсінем, бар ғой, өте қатты. Достар, бүгінгі видео өте короткий болды. Я действительно қызық болған шығар деп ойлаймын. Сендерден сұрайтындарым, арнаға тіркелмеңдер, арнаға тіркеліп, лайктарыңызды, қазақша лүпілдеріңізді және де 1-2 комментарий қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Алдағы уақытта талай видеолар шығатын болады. Талай видеолар шығатын болады. Давайте кеттім.